Күннің əsas vaqaları aqta tarif etmege hazırmı? Studiyada men Sultaniye Istakayeva çalışam, xayrlı akşamlar. Кезлевде жемаат территорияларының абаданлаштырылуы ағыр алда. Графиктен артта қалуының себебі Лехистандан сымарыш етілген фенерлерге бағылы. Бұл ақта Қырымның вице-премьер-визірі Евгений Кабанов құруджилық мәселелері бойынша мұшавереде хабер етті. Четел истисалжының ишбірлік алып барылғаны ақта хабер Қырым елбасшыны ачуландырды. Я не знаю, как они в Калифорнии хоть не заказали эти светильники. С ума посходили вообще. Сіз кезлевде Русия или фенерлер тапмадыңыз ма? Четілде истисал етілген дейсіз ма? Америка Қошма Штатлардан ғарби ялдан фенерлер сымарыш етмеге, қарар алдыңыз ма? Не олазин адашлар? Да кім Лехистандан фенер яда урналар сымарыш ете? Айтыңыз маңа. Анда весиқаларыңыз тотса керек. Башқа четілде урналар сымарыш етмеңіз. Егер бір кімсеге керек олса, біз насыл ясамақны тапарық. Ақмесжите япармыз. Қырым Федераль университетінің жима тақымы Милли студентлік футбол лигасының премьер группасында ғалып чықты ве Русияны Авропа чемпионатында тақдим етмек аққынна қазанды. Футболчыларына ғалибе еле Сергей Аксенов хайырлады, медаллер ве Жумхурет елбасшысының ишаретлерінен тақдирледі. Ойымды қошты ке Акимиет спортив командаға кереклі экипировка сатын алынывында тарафлама ярдым көстерер. Хочу поздравить команду Крымского федерального университета с победой. Азиз достлар, ең әвелі сізні да бір кере бөле бұйық ғалибенен қайырламаға істейім. Сіз мейданда табиатыңыздың ең яқшы чизгілеріні көстердіңіз. Бұл ғалибе ұнтылуф ве ішкі қаттылық. Біз сіздің ғалибенізден ғұрурланамыз. Бұл ғалибе сонки вақытлары бұтын Русия ярышларында тімсал ташыған ғалибелерден бірідір. Январь айына Семашка адына хастахане бөліклерінің бір қысмы тамамшу адны ташыған чоқ профилік тібі меркезге көчеджек. Бұл ақта Милли телеканалындаки без обмана ток-шоу эфирінде Қырым Жумхуриетінің сағлық сақла визарының муавина Антон Лясковский білдірді. Оның сөзлеріне көре тіббеджелер көчуге яқын бір ел азырландылар. Яны Мойсе хасталарыны не вақыт қабыл етежегі ақта Ленуза Бурсиитова сұрап білді. Саба хирург Ким Закут Самир Раба хасталарына айланып чыға. Семашка адына хастахани 21 елдан берлі чалыша. Оның бөлігінде чешет құрсақ амилиятлары кечірілі. Қырымның бұтун әялісіне план бойынша емде әжелі ярдым көстерілі. 1999 сенеден берлі бөлікте тек бір косметик тамират кечірілген еді. Деп қатырлай Ким. Мина есе аз қалды 100 яшына толдырajak. Екимлер көчуіні сабырсызлықнен беклейлер. Это операционный блок, который располагается на втором этаже. Амелиятлар блокі хирургия бөлігінің екінші қатында. О бөлікке кірішінің янында ерлеше. Бұл есе Роспотребнадзор идаресінің стандартларына ве талапларына уйғын дегіл. Амелият блокі айры ерде олмақ керек. Яңы хастаханеде 15 бөлік бар. Көчу бірден олмажақ. Бүгінгі күнден қабыл ету бөлігі ве бір sıra диагностик қызметлер көчіп башлай. Келечек автодан реанимация ве хирургия бөліклері көчеджеклер. Бұнен бірге біз тіби фаалиетімізні тоқтатмаймыз. ЭПС санитар-эпидемиологик нормалар бақылывы девам еті. Ашхане блокі да көче. Чунки хасталарына ашатмақ керек. Ескі хастаханеде консультатив поликлиника, ревматология ве инсульттен сонки хасталар реабилитациясы бөліклері қала. Бөліклерінің бір қысмы ерінде ковид госпиталь чалыша. Шымды чоқ профилік тібі меркез чалышмаға азырлана. Донатмалар сонки тестлеріні кече. Хадимлер амелият бөліклеріні дезинфекция етелер ве азырлайлар. Кележек басамақ микрофлора тешкерілуі. Если эти посевы будут... Егер ЭПС тешкерілер яқшы чықса, яни ич бір микрофлора тапылмаса, яваш-яваш амелиятханелер келечек ве яңы клиникада ос ерлеріні тападжақлар. Яңы хастаханеге биңден зиядеті бейджик көчеджек. Мұнда оларны яңы yüksek технологик донатмалар беклей. Мисал оларақ нейрохирургия амелиятханесінде микроскоп ерлештірілді. Оның ярдымынен баш ве арқа миде микрохирургия амелиятларыны кечірмек мүмкін олажақ. Мы принимаем новые аппараты ИВЛ.
Біз яңы ИВЛ аппаратларны, яңы мониторларны, перфузорларны, инфозаматларны, ятакларны кабул етеміз. Қырым сақлық сақлап везірінің муавины Антон Лесковский кеченлері Миллет телеканалындаки «Без обмана» ток-шоу эфирінде хабер етті ки, яңы бинаға көчу график бойынша алып барыла. Январь айына Жумхури хастаханенің эпосы планлаштырылған бөліклері көчежек. У нас уже запланирован буквально с 15-го. Біз енді декабрның 15-ден яңы Семашка хастаханесінде амелият ханелеріні эксплуатацияға кірсетмеге планлаштырдық. Вейлның соңына же эпсы бөліклер план бойынша көчежеклер. Мутахассислар қайда етелер ки, яңы чоқ профиллік клиникаға бұтын лекечкен соң Қырымның тібеті яңы севеге көтерілежек. Ленуза Борсейтова, Ирвин Миралиев, Миллет үшін. Қырымның юқары махкемесі Ленур Ислямовға 19 yıllık апс жазасыны чықарды. Ой Херсон вилаятында электрик тірмелер патлауында қабатлы танылды. Нәтижеде ярымадыда энергетик қамачавға орады. Шымды Украинада сақланған Ислямов ғияби шекілде махкеме етілді. Она Русияның территориаль бұтынлігі бозулығына доғыртылған диверсион фаалиет ве жемаат үгінде чығарувлар модделері бойынша жаза тайынленді. Она низбетен жинай иш 2015 сене açılған еді. Русияда оның мүлкиеті апс етілді. Махкемеже білдірді ки жаза чеков мүддеті Ленур Ислямов Русия территориясында тұтылған сон, еда мемлекетімізге экстрадиция етілген сон башlanacak. Махкеме емді Ислямовның әрекетлерінде зарар көрген гражданлардың аризаларына музбет жевап чықарды. Граждан қаршы давалары умумен 52 миллион рубледен зияде параны тешкіл етті. Ислямов совершил диверсию, повлекшую причинение значительных. Ислямов диверсия етті. Нәтижеде бұйық мүлкиет зарар кетірілді. Бұл 2015 сенесі оның ле планлаштырылған электрик хаталар патлатылывыдыр. Бұл себептен Қырымда çalışқан yüzler жемуесесе ишхане ве муим объектлер электрик теменлевсіз қалды. Ярымада толысынен тоқтан yüzілді. Bundan da gayrı, figurantны kanusыз silahlı ordu teşkil etiluvінде. Emde Rusiyanın territorial bütünlüğünü bozuluğuna doğurtulған hareketlerde ve cemaat ogünde çağıruvlarda qabatlı dep tanıdılar. Açık Kırım adlı 10. юбилей Butun Rusiya Turistik Forum Aluştada keçe tedbir ilk sefer gibrid formatta keçirildi, yani esas kısım online şekilde. Forum 2 gün devam edecek, iştirakçilerinin coğrafiyası Rusiyanın 60 regionunu takdim etti. Kırım'dan kim çıkışta bulunganını bizim nefbette kelifhamızda anlarsınız. Шахси қорчалап васталары, ичтимай месафе ве энді алышықлы олған формат. Форумның 2 күнлік ишы, 3 секция ве 40 спикер. Бұл сене коронавирус сынырланувлары себебінден мевсім тек июль айында башланды. Бұна бақмадан Қырым курортлары везірі Вадим Волченконың сөзлеріне көре Жумхуриетімізде 4,5 миллион кішірі атланды. Основной темой этого форума Бұл форумның esas mevzuсы xavfsizlik olacak. Rahatlıqның xavfsizligi ve iqtisodiyat saqlab қалынуы. Çünkü turizm regionның ең muhim faktorlarından biri olarak başka sahalarga ne kadar tesir etkenini pek yaxşı gösterdi. Русияде içki туризм талап етілуі эксілмей, аксине арта. Қырымда истисна олмады. Онайтлы, қавсыз ве достане мұйт яратылуы. Әрбір регионда туристик мевсім инкишаф етмесі үшін кереклі шарттыр. Бізде туристик санын бағлы бір сыра инвестицион лейха амелге кечірілі. Малие миллиардларнен сайыла, мұзбет нөмінелеріміз де чоқ. Оларында амелге кечірілді ве құрылды. Біз туристик саға ятырымлар үшін бірінші ерде тұрғанлардан бірі кібі бақамыз. Спикерлер бұқранға қаршы саға айыд мевзуларны де көтерділер. Яны девірде коммуникация принциплері ве туризм сасында яны канунлар ақтада сөз өрсетілді. На сегодняшний день пересматривается практически вся законодательная база, связанная с туризмом. Бүгінгі күнде туризм ile bağlı bütün kanunlar yanıdan bakıla. Hem federal hem de regional seviyede yanı programmalar işlep çıkarıla. Biz Akhyar ve Krasnodar vilayetinin sıkı bağda çalışamız. Bizni dinlegenlerini anlayımız ve bu forumga elbette çok şey bağlı. Forumның 2 күні декабрның 11-інде ешіл иқтисадият яда экология сақлануының бір сырада пара қазанув мевзусына бағышланған мұнақаша кечежек. Спикерлер олған мұсафыр қаршылап сасында экостандартлар ве экотехнологиялар ақта тариф етежеклер. Фатиме Агияева, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Миллет үшін Алушта.
Маскасыз кірменіз жемаат топланған ерлерде бұ қайды евелкі кібі мечбури санитары чәрелер бақылуыны масус іш группалары көзеті. Профилактик рейдлер күн кечіріле. Оларның бірінде біздің телевизион тақымымызда іштірак етті. С вами составляли акт осмотра вашего помещения. Сегодня, да, нам надо проверить устранение недостатков по вашему объекту. Ковидке қаршы низамны бірінші оларақ Залесская соқағындаки базарда ерлешкен қожалық түкәні қабыл етем. Кеченлері иш адамына тенбелеп yazılды. Оның ішінде күчік бозовлар тапылған еді. Амма олар доғыртылды. Бүгінгі текрар тешкірівде шей бар. Сіздің одаңызны бақып, акт тізген едік. Бүгін қатылар доғыртылғаныны тешкермек керек. Тиби маскалар, қолчақлар ве антисептиклерні әнді бір түканда тапмақ мүмкін. Сатыжы ве қалған қадимлерге бұйық диққат айырыла. Олар өзлері қайделер бойынша çalışмақтан ғайры келгенлерге де бұл қайделер ақта қатырлатмақ кереклер. Маскасыз кіріш ясақ. Дезинфекция үшін шей бар. Маскаларымызда сапта. Бір муштераны маска кемеге рича етеміз. Bundan da ғайры алыш-веріш ноқталарда мақсус дефтер олмалы. Анда қадим насыл беден sıcağının келгені қайдетіле. О yüksek olsa адамны деорал карантинге yollaylar. Buna benzeyen vesiqada odalarının dezinfeksiyası қайдетіле. Мақсус группалар тапмай сайында тешкіл етілгенеді. Низам бозучыларға язма шекілде тенбейленов беріле. Ләкин бұл рейдінің esas мақсады дегіл. Данная работа проводится не для того, чтобы... Бұл іш тек жазаламақ үшін кечірілмей. Бірінші нефбетте әркес ой сағлығы, қадимлерінің сағлығы, векелген мүштерелерінің сағлығыны қайғырмақ үшін япыла. Тижари ноқталарнен жидди іш алып барыла. Тамам бөле ерледе чоқ адам бір-бірінен арақада болуна. Қапсызлық васталары олмасы бұл енді çalışмақ үшін ажеттір. Бөле тешкірівлер девам етечек. Наджейсаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымның салғыр ведереку өзенлерінде мутехасыслар зарар кетірген моделерні таптылар. Вазиет не қадар хафлы олғаны ве насыл чезілгені аққында бұзы мұхбірлеріміз тариф етелер. Қырымнан әң ұзын өзені Ахмеджетні сувнен тәмин еті. Яғмырлар олмағаны себабынден өзен құрып башлады. Бұна да бір меселе қошылды. Грес қасабасы янында салғыр өзенінде нитрит азоты қарардан артқач олмасы қайт етілді. Ялты шерінде де айны бойле экологик меселе. Дерекой өзенінде артқач органик моделлер табылды. Қырымнан гидромедцентр мерkezінде бұл вазиетні тәвсир етелер. Вешімдіден рациз олмаған себеп yok дейлер. В связи с тем, что превышения были незначительные, Артқачлық бұйық олғаны себебінден айырыжы тәсір әткен шей көрінмей. Шымды бұл көстергічлер екіге яқын. Yüksek кірлену ise ondan 50-ге же. Ерлі сакинлерінің фікірлері фарқлы. Очень много в него кидают мусор. Пек чоқ чөплік аталар. Бұл себептен сув ешіленіп башлай. Чоқысы балықлар олейлер. Слышал, что брали... Анализлер алдылар ве бұл сувны ішмеге мүмкін дегіл деп ешіттім. Почистили? Біраз темізледілер іште, амма менің фікірімше яқшы әтіп темізлемеделер. Бұл меселеге Қырым алимлері енді бір қач кере рас келділер. Оның чезілув yolları да бар. Бірінші нефбетте реконструкция етмек керек. Канализацион темізлев иншатларда капиталь тамират кечірілмелі. Умумен ярымаданын 11 ноқтасында сув пробалары алынды. Мутехасысларының фікірлеріне көре өзенлерде бе сув анбарларында кислород режимі қанатлендірінже себеді. Қырым Жұмхуриеті территориясында сув кефиетіні 22 мескен ноқтада көзетелер. Гүзел Мамбетова, Эдем Садиков, Виталий Голубев, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Ахмеджетте Гагарин аратлық бақшасының инкишаф концепциясы бойынша конкурс сонына етті сечілген проектлеріні Франко адына Жұмхури китапханеде жемат векілеріне тақдим еттілер. Пайтақт паркының лейхалары сергісінде бізім телевизион группамызда болынды. Наджия Исаева меморларынан ең яқшы ғайлерінен пайлашмаға азыр. Шер мерkezine 50 гектар yeşil зона. Paytaxt parkını sakinler şaqalaşıp Ahmejit'nin aq jigeri dep adlaylar. Haqiqiy oazis olmaq üçün onun doğru landşaft yetişmeyi tolu bir dizayn yetişmeyi ve funksional zonalar yok. Onun için oktyabrın 1-nden Ahmejit'te onun rekonstruksiyası boyunca konkurs başlandı. Umumi mükafat fondu 1 milyon ruble. Мақсат Гагарина ратлық бақчасыны яңыдан құрмақ дегіл еді. Мақсат оның яқшы тарафларыны қайдетмек ве яңы бір шейлер қошмақ, яда етіш мемезліклеріні алып ташламақ еді.
Ишлеп чыгарыcılar esasen yeşillik ve tınç rahatlanıp üçün yerler çok olmasına dikkat ayırdılar. Proyektlerden birinde hatta açık amfiteatr nazarda tutula. Паркның içinde kezinmek için yer olğanını isteyim. Çünkü şimdi herkes karışa. Hem balalarının kezingenler hem de tınç rahatlanmağa istegenler. Umumen konkurska 15 leyha taqdim etildi. Olardan finalga 8 proyekt çıktı. Bu işlerine Franco adına Cumhuriyet Kitapxanede tanış olmak mümkün. Memorial zona yarıklanıvı meraklı bir gaye, bir şey dengişmey. Ama böyle yarıklanıv zonana ayıra. Elek olğanları hatırlamağa, bu vaqta kererlenmege imkan beri. Sade olsa bile korunuş bütünley başkaca ola. Leyhalarının keçirilgen içtimai soravlar neticesinde işlep çıkardılar. Açık yarışının galibenin gelecek haftanın başında ilan edecekler. Sakinler denişmelerini sabırsızlıkla bekleyeler. Her şey yaxşı, tek samakatlar, ayak maşinalar için yer ayrılsa yaxşı olur edi. Çünkü olar kezinmege keder eteler. Klub zonası olmak gerek. Çokça yeşillik olğanını ister edim. Yani mına bu karar parka keder etmegen kıbı. Ve menimce bu acayip fikir. Bu suvga bakmak için büyük bir meydan. Rekonstruksiyonu 2 yıl içinde geçirmege planlaştıralar. Buna 70 milyon ruble ayrılacak da 20 milyon leyha işletilmesine. Gelecekte parkını 6 esas zonaga ayırmaga isteyler. Bu toplu merasimler için tınç rahatlanıv, medeni marif tedbirler, sport balaçağının rahatlanıv ve mümiri hocalık iş için ayrılgan zonalar. Ozen yanında kozetov meydanları peyda olacak. Bu hepsi denişmeler Gagarin adına parkını Ahmecinin en dülber yerlerinden birisine çevirmek gerek. Naciye Sayeva, Vitaliy Golubov, Maksim Golubov, Millet için. Ahmecet'te merhametlik lelesi adlı akция başlandı. Onun maksadı pahalı tedavilevde muhtaç balalar için para toplamaktır. Teşkilatçılar ilk sefer akциyaga böyle balalarını celp ettiler. Olar öz ellerinin leleler yasayacaklar. Çiçek el yapmaları satılığı neticesinde toplanған paralar hayriye işinde masraf edilecek. Aslında Lale İslam dininde büyük emniyet taşı. O yüce Rabbimizin timsali ve bizim İslam dinimiz yakınlarımızga her vakit yardım etmekni buyuram. Tamam şunun için biz bu akciyanı böyle timsal taşıgan sözlerden merhametlik lalesi dep adladık. Akciyada istegen her bir kişi iştirak etebilir. Tedbir dekabrın 25'ine kadar devam edecek. Gelecek sene teşkilatçılar akciyanı regional seviyede geçirmege niyetleneler. Eylik yapmağa tırışınız adlı medalyen Ahmecet'teki ibadetxanenin hadimi Dionisi Volkov'nu takdirlediler. Mükafat ağır vaziyetke uğragan adamlarga yardım etkeni için berildi. Her bir ruhani öz işini, öz boyun borcunu beceri, öz ömür yoluna esaslana, olar ona ilham beri. Men için böyle insan bizim Kırımlı святитель Luka. Eylik yapmağa tırışınız adlı medalyen takdirlenuf her yıl Moskvada keçi ama pandemiya sebebinden bu sefer mükafatlanıp Kırım'da teşkil etildi. Kezlevde Kırım Devlet Yaş Seyirciler Teatrında Anatoliy Krım yazgan Pismo Bogu adlı eseri üzerinde kapalı premyera takdim etildi. Sanalaştırıcı Andrey Permyakov spektaklinin esas gayesi Yehudi baktının duygulu tarihini göstermektir. Premyera yanvarının 8'inde gösterilecek. Bundan evvelsi gösterivge bizim televizyon gruppamızını davet ettiler. Güzel Mambetova devam etti. Umur ve ölüm, ruhtan tuşu ve umut bu epası duygular birbirine sarıldı. Pismo Bogu adlı eser bu Yehudi milletinin takdiri hakkında hikayedir. Esas fikir her bir insanın batlı olmağa hakkı var. Spektaklinin merkezinde Yankel Rumiyevich'nin tarihi onu herkes Limari soyadından biliydi. Cenk devrinde onun gözleri o günde kadını ve iki oğlu öldürüldü. Ozu ise kotarılıp oldu. Bu gün Karaman'ı tapmanıda yıktı. O vakittan beri Limaris bir söz aytmadı ve bir halkı gibi yaşadı. Ama etraftaki adamlar tırışıvının o yavaş yavaş uzun ekeli. 1947 senesi Karaman Allah'a mektup yaza ve poçta vasıtasının yollay. Onun ricası 50 ruble bağışlamaktır. Mektup militsiya başının koluna düşe ve bundan son her şey bütünleyden işi. Sovet militsiyası Yehudi bayramına para beri. Aktörler aytkanlarına göre en ağır iş bu ivrit tilinde metnini ezberlemek oldu. Мне тоже очень понравилось играть моего персонажа, открылось очень много. Men öz Karamanımı oynamakны pek beğendim.
Пек чох яны шейлер ачтым. Атта гонлюңнің гызлы капулары ачыла весен анда бақып, о қадар шей білгеніне ве япқанына таажипленесін. Это безусловно всегда что-то. Бұл әлбетте яны тәжірибедір. Сен бұны аңлайсың, бұны оғыренесің, яны бір шей білесің. Оның үшін яны персонаж бұд керчектенді, яны бір шей араштырылы бұдыр. Саналаштырыcı режиссер Андрей Пермяковға Анатолий Крым язған письмо Богу адлы есері илхам берді. Оны оқыған сон спектакль коймақ ғайсы пейда олды. Ихуди милетінің гонул теренлігіні еткізмектен ғайры актерлар инсан дuygularını көстеріп олдылар. Одна из мечт. Бу арзуларымдан бірі еді. Ижади планымыздан бірі еді. Ве мен толу шекілде инсценировка яздым. Чүнки икәйде эсас қараманлар 4 кіші. Бізде есе санада 22 кіші. Спектакль бұйық. 2 саатлық. Икәйе есе асылында бұйық дегіледі. Қырым яш сейірчілер театры елбаш таттелеріне 5 премьера азырлады. Работы разноплановые. Эсерлеріміз бұл мевсімде чешіт. Ве олар тек чешіт яшлы адамлар үшін дегіл. Олар чешіт мевзуларға бағышлана. Қырымның яш сейірчілер театры мерақлы елбаш программасы иле декабрінің 20-сінден январының 15-не қадар сейірчілеріні қуандырacak. Письмо Богу адлы спектаклінің премьерасы есе январының 8-де тақдым етілежек. Гүзел Мамбетова, Максим Голубев, Миллет Ичун, Кезлев. Ратлық күнлері Миллет телеканалында Қырымның эсас информацион программасы әрджіма ақшамы ве базар күнлері саат 7:30-та Айша Шулакова нәтижелері иле программамызна қачырманыз. Олимпик Севиеса. Здесь будет 3 бассейна. Ахмеджите сув спорт чешлері бойынша Қырымны Олимпик азырлану земаневи меркезі тікленілі. Мында мутихасыслардан ғайры авескерларға да ер етежек. Қырым брендлері Русияның ең гүзелері сырасына кірді. Каждый год будем показывать материку какие-то вещи, которые есть только у нас. Кой хожалық сасының инкишафы ақында бізім телеканалымызға Қырым кой хожалық везерінің бірінші муавины Денис Кратюк тариф еті. Ава таксисі онайтлы тез эсасы есе тықынықсыз. Красиво жить не запретишь. Қырым көкінде экскурсиялар. Ярым адамызда вертолет бизнесі ақында мақсус левхамызда. Бүгінге бұл эпысы хаберлері Миллет телеканалындан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.